рауан өміртайқызы, Көксу ауданы Балпық би ауылы Алпамыс бөбекжай балабақшасында педагог-психолог қызметін атқарамын. Өз тәжірибемде ата-аналардан болсын, басқалардан болсын көптеген сұрақтар туындайды. Балабақшаға психологтың қажеті не? Оның балаға маңыздылығы қанша? Психолог әлемі ертегі сияқты сиқырға толы. Психолог әлемінде тек бақыт, шексіз сенімділік, сүйіспеншілік, тыныштық пен үйлесімділік сезімдері ұялайды. Менің міндетім әр баланың жүрегіне жол табу, олардың сезімдерін түсіну. Егер бала жылай берсе, мен оның мұңын тыңдаймын. Егер ол ызаланып, ашуланса, мен оның себебін іздеймін. Егер бала үндемей, ешкіммен ойнамаса, мен оған достықтың құндылығын көрсетемін. Ойын арқылы өз сезімдерін түсінуге көмектесемін. Психологтың жалғыз құралы сөз арқылы баланың жанына жағымды әсер ету, оның сеніміне бөлену бұл үлкен өнер. Баланың реніші мен ауыртпашылығын кешірім мен жанашырлыққа айналдыру психологтың міндеттерінің бірі. Кейде жай ғана құшақтау немесе мейірімді сөз айту балаға ең үлкен көмек болуы мүмкін. Менің алдымда күн сайын кішкентай жүректер ашылады. Әр бала бір ғажайып әлем. Біреуі ерке, біреуі тұйық, бірі тентек, бірі сезімтал. Бірақ олардың барлығы мейірім мен түсіністікке зәру. Олар сөзбен жеткізе алмаған сезімдерін қимылмен, көзқарасымен, тіпті үнсіздігімен айтады. Мен сол үнсіздікті тыңдаймын, сол көзқарасты оқи аламын. Педагог-психолог әрқашан баланың жан дүниесіндегі дәнді көруге тырысады. Оған қамқорлық жасау арқылы керемет өсімдік өсіреді. Бұл өсімдікті көру жеткіліксіз, оны жарықпен, жылумен жылытады. Басқаларды нұрмен нұрландыру үшін күнді ішінде алып жүреді.